Ауылға келіп едім қонаққа. Осындай жылқы сойылып жатыр екен. Бір кісілер сатып алып жатыр екен. Енді өте керемет шықты жабағы. Мынау март-апрельдік құлын екен. Уже күзде осылай сойуға келеді екен. Бармақтан үлкен екелдей қазысы бар. Өте керемет енді. Ендігі жылға осындай жылқылар болады екен ауылдан алуға. Егер алам дейтіндеріңіз болса, прямой хозяинның номерін беремін, күзде шықсаңыздар болады. Осында семіз жабағылар сатылады екен, еркек жабағылар. Әлді керемет, мощный екен, қазысы да екелдей болып қойды. Өте жақсы жабағы. Жас малдың еті еще ең бір жақсы, тез піседі. Жұмсақ болады еті. Жегенге өте керемет болады жабағының еті. Сондықтан да өздеріңізді көріп отырсыздар, міне еті де таптамаша. Буын шығарып тұрып сойып жатыр міне. Екелден жоғары қазысы бар. Қартасы да керемет, майын қараңыздар қартасының. Ет асқанда бір асып жесеңіздер ғой, тойып жүресіздер.